Квадрат теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу арқылы шешудің тағы да бір мысалын қарастырайық. 7х квадрат қосылған 9х қосылған 2 тең болады 0-ге. А, Б, С коэффициенттерді жазбайықшы. А бізде 7-ге тең, Б 9-ға тең, С ос мүшесі 2-ге тең. Алдыңғы сабақта үйренгеніміздей А мен С-ның көбейтіндісін тауып алайық. 7 менен 2-нің көбейтіндісі 14-ге тең, және Б 9-ға тең. Осы екеуін жазып қояйық. Енді бізге қазір көбейтіндісі 14-ге тең, қосындысы 9-ға тең болатын сандар керек. 14 ол қандай сандардың көбейтіндісі? 1 менен 14-тің көбейтіндісі, және минус 1 менен минус 14-тің да көбейтіндісі 14-ке тең болады. 2 менен 7-нің көбейтіндісі, сол сияқты минус 2 менен минус 7-нің көбейтіндісі. Мынау барлық мүмкін варианттары. Енді осылардың ішінде қосындысы 9-ға тең болады жағдай, бұл 2 және 7 болғанда. 2 мен 7-нің көбейтіндісі 14-ке тең, қосындысы 9-ға тең. Олай болса, мұндағы 9х деген екінші мүшесін біз 2х және 7х-тің қосындысы түрінде жазуымызға болады. Сонымен біз теңдеуімізді мына түрге жазайық. 7х-тің квадраты қосылған 2х қосылған 7х қосу 2 тең 0-ге. Яғни 9х-ті біз 2х пен 7х-тің қосындысы түрінде алдық. Енді топтау тәсілімен көбейткіштерге жіктейік. Алғашқы екеуін топтап алайық. 7х-тің квадраты қосылған 2х. Соңғы екеуін топтасақ, 7х қосу 2 тең 0 болады. Енді ортақ көбейткішті жақшанысына шығарайық. Бірінші жақшада ортақ көбейткіш х болады. Мұнда х-ті жақшанысына шығарсақ, жақшаның ішінде 7х қосу 2 қалады. Қосылған мына жақшаның өзін жазып қояйық. 7х қосу 2 тең 0-ге. Енді ортақ көбейткіштерді көріп отырсыңдар. 7х қосу 2 ортақ көбейткіш. Оны жақшаның сыртына шығарғанда мұнда х қалады. Қосылған мына жақшаның орында 1 қалады. Біз білеміз оны. Тең 0-ге. Келесі жасайтын жұмысымыз, біз әрбір көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Бірінші, 7х қосылған 2 тең болады 0-ге. Бұдан 7х тең болады минус 2-ге. Және х тең болады минус 2 бөлінген 7-ге. Бұл бірінші түбірі. Екінші жақшаны 0-ге теңестірейік. Яғни х қосылған 1 тең болады 0-ге. Бұдан екінші түбір шығады. Х2 минус 1-ге тең екендігі. Сонымен жауабы минус 1 және минус 7-ден 2 деген екі түбірі бар.